Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге осы терезені жақсылап сүртіп, тазалап алатын боламыз. Енді жаз бітті, күз келді, дала салқындап жатыр. Әсіресе кешке таман өте қатты суық болып жатыр. Біз әлі терезені жапқан жоқпыз, торын алған жоқпыз. Бізде әлі күн ыстық болады деп ойлаған болатын жоқ. Биыл ерте күн кішкене болса да салқындап жатыр. Күндіз ыстық болады, бірақ кешке таман кәдімгідей салқын. Үйдің іші де кәдімгідей салқын. Кешке таман көрпе жамылмасаң, одеял деген уже уақыты өтіп кетті, жаңадай тез суып кетті. Бұрын кішкене болса да одеял жабатын едік. Енді мен екі терезенің ортасын сүртіп алмақшымын. Оған ар жаққа майлығым жетпей жатыр. Сонымен линейкамен де көрдім, қасықпен де көрдім, қолым сыймайды. Сонымен бұл жерде видеоны өшіріп, жаңадай басқаша тәсілмен істеуге тура келді. Ортасын жақсылап сүртіп алдым. Енді айналарына келдім. Бұл жерде айналар өте тап-таза, ешқандай сатпал, ештеңе жоқ. Өйткені бұл жерде жазыменен жаңағыдай перделер тұрды, қалың перделер тұрды. Сондықтан шаңда ештеңе жиналмаған бұл жерге. Сырты ғана сәл кір болған, үй толы жаңбыр жауған кезде жаңағы сулар тиген, сулары ғана сатпал болып тұр, болды. Басқа ондай қатты жаңағыдай кір емес, тек қана шаңын сүртіп алдым, болды. Бұл жолы енді менде бір терезе ойлаған болатым, екеуінде бірден жақсылап сүртіп аламын ғой деп. Осы бір терезеге уақытым кетті. Одан кейін жаңағыдай майда шүйде тірліктер бар, соларды жақсылап істедім. Үйде қонақтар бар еді, оларды шығарып салдым. Сонымен шығарып салып осы терезеге кіріскен түрім. Енді үйде отвертка жоқ екен, шегелерді алатын. Сонымен үлкен пышақты алып, пышақпен жаңағыдай несін алып жатырмын. Шегелерін Алматқа ал деп айтайын дедім да, бір жағынан қорықтым. Жаңағыдай пышақты қолын кесіп алама деп сөйтіп өзім жақсылап шегелерден алып тастап жатырмын сетканы. Отвертканы таппай қойдым, ары іздедім, бері іздедім, мүлдем жоқ, вообще жоқ. Сонымен мына жерде өйстіп жаңағыдай пышақты өйстіп жасыруға тура келіп тұр. Мінекей өйстіп терезені жауып қойдым, жаңағыдай шегелерін алып бітірем дегенше. Тірлік істеп жүріп, жаңа қолымда қандай инструмент бар екен де ұмытып кетесің ғой, үлкені ма, кіші ма. Мына жерде жаңағыдай видеоны қарап отырсам жаман көрінеді екен, қой құрсын жауып қояйын дедім бір жағынан. Және де кішкентай пышақпен жаңағыдай шегелерді алайын десем, ол пышақ сынып қалатын сияқты әлсіз көрінді да. Соң қолыма түскен осыны алдым. Енді жердегі шашылып жатқан шегелердің барлығын жинап алып мусорға тастадым. Тор күнге ағарып кеткен. Бізде осы терезеге күн қатты түседі. Керемет, жаздың күн кереметтей түседі. Жаңағыдай көк торымыз әппақ болып кеткен ғой шынымен де. Одан кейін осындай шеге қағып қойған болатынбыз, терезе жабылып кетпеу үшін. Өзімше қолдың күшімен шегені алып тастамақшы болдым да, сөйтсем оған күшім келмейді екен. Осы жерде маған плоскогубцы көмектесті. Ол шегені алған жоқпын, сол жерде тұра берсін, ендігі жазды сол шегені қолданатын боламыз. Бұл жерде де енді бізде шаң, одан кейін жаңағы паутина өте көп. Осы терезеге осылай үнемі жиналып қалады, бұрыш-бұрышқа, есіктің алдындағы бұрышқа, одан кейін осы терезеге. Бұл терезені енді краскелемеймін, мүлдем ештеңкесіне тиіспеймін, осылайынан тұрады. Краскасы жақсы екен. Мен ойлаған болатым, тағы да бір сыртынан краскелеп жіберсем бе екен деп. Негізі бұл терезені жыл сайын краскелейтінбіз, краскасы күнге қатты кеуіп, алынып түсіп қалатын өзінен өзі. Бұл жолы енді ондай болған жоқ. Жақсы краска болды деп ойлаймын. Арзан краскамен краскелеген болатынбыз. Оның алдындары қымбат краскамен краскелеп жүргенде үнемі түсіп қалатын. Бұл жолы енді әшейін краска кеп краскалап едік, әдемі тұр енді. Мына жерде айнаны мен майлықпен сүртіп жатырмын. Бұл майлық бізде енді басқаша. Бұл майлық негізі машина сүртетін майлық. Машинаның айнасын, машинаны жаңа сыртын сүрткен кезде жылтырап тұрады ғой, айғыз із қалдырмай. Сол осы майлық, сонымен жақсылап айналарды сүртіп жатырмын. Өте керемет, күшті көмектеседі. Біреуін алып қойған болатын, тек қана осындай даланың айналарын сүртетін. Үйдегі жаңа майлық басқаша, ал даланы сүртетін майлық басқаша. Өте керемет, маған қатты ұнады. Біреуін алып қойсаңыз ұзаққа жетеді негізі, әсіресе осындай даладағы айналарды сүрткенге өте керемет кетеді екен негізі. Ендігі кезекте стирка бізде ақ киімдер мен қара киімдер. Ақ киімде бізде Алматының жаңағы мектеп рубашкалары, одан кейін жиналған ақ киімдер, соларды жақсылап жуамыз, одан кейін қара киімдерге көшетін боламыз.
ауа райы өте керемет күшті болып тұр, осындай стиркаға арналған күн сияқты маған. Одан кейін бізде жауын-шашын өте аз. Күн бұлтты болады, бірақ жауын жаумайды. Қыстың күні де қар аз жауады. Жаңағыдай қара суық болып тұрады. Әйтеуір қарды редко көреміз. Кейбір жылдар болады, енді кәдімгідей қыс болып тұрады, бірақ көбінесе ондай бізде аз болады. Бір күні бұлт, бір күні осылай күн ашық болып тұрады, бірақ енді бұлт күні мен жаңбыр жауса екен деймін, бірақ енді жаңбыр жаумайды, бұлт болып тұрады, сонымен ол басқа жаққа кетеді. Басқа жаққа кеткенде Алматы қаласына кетеді деп ойлаймын, өйткені бір жақта сәл-сәл жауса, Алматы қаласына барып құйып жауады екен жаңбыр. Бізге мүлдем қалдырмайды екен негізі. Мінекей терезені жақсылап сүртіп алдық, ортасындағы торын алып тастадық. Осындай әдемі терезе болып шықты. Негізі бізде терезе пластик емес, ағаштан жасалған терезе. Мінекей бұлттар да әдемі көрініп тұр, енді пердеден де әдемі күшті болып тұр. Содан кейін менде тағы да өте керемет жаңағыдай жаңалық бар. В общем, сағат 3 болып жатыр, түскі асымды енді ішетін болам. Өйткені мына жерде мен майда шүйде жаңағыдай тірліктерді жасап жатырмын. Маған Алматы қаласынан осындай әдемі гүлдер келді. Інім келген болатын, сол інім машинамен әкеп тастады. В общем, мен аттарын білмеймін ғой бұл гүлдердің, сөйтіп жаңағыдай интернеттен қарап атын жазып алдым. Ұмытып қалам, ұмытып қалатын болғаннан кейін осылай жазып қойдым. Мына гүлдің аты синганиум екен. Көрсетемін. Мына гүлдің аты синганиум. Негізі бұл гүл әдемі болып келе жатқан екен. Мама айтады, күнге қойып едім, күн жаңағыдай күйдіріп жіберді дейді. Сөйтіп қайтадан көлеңкеге қойып қойдым дейді. Одан кейін барып, бізде пеперония. Мына гүл өте әдемі, жақсы, прям күшті, прям маған ұнайды. Мынау да пеперония, екеуін бірігіп, бір кашполға отырғызатын боламын. Одан кейін бізде мынау традискансия. Мына гүл традискансия, бас жағы үзіліп қалды. Одан кейін мен мына жердегіні үзіп алдым, мына бас жағын тағы да үзіп алдым. Сөйтіп суға отырғызып қойдым, тамырын шыққанын күтетін болам. Содан кейін барып бұны да басқа горшокқа отырғызатын болам. Бұлардың барлығы осы үйге үйренсін, топырақтары жаңағыдай кепсін, содан кейін барып басқа неге отырғызатын боламыз. Пока осылайнан тұра берсін. Мынаның сыртын мына бір жуттан тоқылған осындай кашпо жасаған болдым. Соны осының сыртына кигізіп қойдым. Ақша шап-шап келді. Сонымен осылай тұра берсін дедім. Бұларды енді мен мына жақтағы терезеге қоятын болам. Гүлде мен енді байқап атқаным, мама мына жерге зумной щетка тығып қойыпты. Мынау енді түзу өссін деген болу керек. Зумной щетканы енді байқап жатырмын. Кеше мына гүлді негізі мына жерін сындырып алдым. Тағы да қосымша кашпо берген. Сол кашпоны қараймын деп мына гүлдің үстіне түсіріп алдым. Үйге кірер-кірместен бір таяқ жеп алды бұл гүл. Мына жерін сөйтіп сындырып алдым осылайнан. Мына екеуін бірге отырғызатын болам. Сол кезде жаңағыдай кәдімгідей пышны болып өседі да. Мына гүлді негізі мен өсірген болатын. Өте әдемі болып, керемет болып өседі. Бұл гүл маған ұнайды бұрыннан. Бірақ енді мына гүлді бірінші рет көріп тұрмын, бірінші рет таныстырмын. Бұл гүлмен енді жаңағыдай жұмыс жасайтын боламыз. Терезе жуып жүріп, арасында осындай енді стирка қойып жатырмын ғой. Енді бұл жерде бізде қара киімдер, көбісі таза киімдер, былай қарағанда бір киген, одан кейін екінші қайтып кимеген, сол вешалкада тұра берген ғой, әні киеді, міні киеді деп. Мен біразға шейін жаңағыдай вешалкада ұстап жүрдім, одан кейін мүлдем кимегеннен кейін жуып, қайтадан барлығын салып қоятын боламыз. Енді жайменен қалың киімге көшіп жатыр, жұқа киімдер кимейді деген ойдамын. Енді мына жерде мен екі терезені бірден жуып тастаймын деп ойлағам ғой, сөйтсем біреуіне ғана уақыт жетті да, екіншісіне мүлдем уақыт жеткен жоқ. Екінші терезенің тура қасына үлкен тал өскен, сол талды кесу керек. Оны Алмат істейтін болған, сол жақта Алмат жинастыратын болған. Енді Алмат сабақтан келіп тамақ ішіп сразу ұйықтап қалды, ол шаршаған болу керек соған қарағанда. Сонымен ол қалып қалды. Келесі кезекте сіздермен бірге сол терезені жақсылап жинап алатын боламыз, сүртіп. Тағы да ол терезеге жаңа ағаш жақын өскендіктен терезені кәдімгідей бұлғап тастаған сірне сияқты ма. В общем, ол тал негізі әр көктем сайын әдемі болып өсіп тұратын. Бұл жолы енді құрт түскен ба, сол құрттар жаңағыдай жапырағын барлығын жеп тастаған. Одан кейін жыл сайын өседі, жыл сайын кесіп тастаймыз. Сөйтсем інім айтады, солярка құю керек, сол кезде өспейді. Сол ойыма мүлдем келмеді.
келмеген ғой. Інім айтқан кезде ғана есіме түсті, сондай әдістер бар екен. Одан кейін тура осы терезенің түбінде, негізі түбінде емес, енді жақын орналасқан бәйтерек өскен болатын. Ол бәйтеректі кесіп тастадық, сол солярка құйдық па білмейді, или дәрі құйдық па, әйтеуір түбімен жойып тастадық. Одан кейін осы терезенің түбінде де үлкен бәйтерек бар, оны да кесіп тастадық. Кескен кезде газовый трубаға жаңағыдай құлап, сөйтіп штраф төлегеніміз есімде. Әйтеуір жалғыз ол бәйтерек емес, одан кейін этажный домның алдында да үлкен қара ағаштары бар етін. Соның тамыры осы біздің үйдің есігінің алдына шейін келген ғой. Есіктің алдынан үнемі шығады сондай қара ағаштар. Бұл да сол қара ағаштың тамырынан шыққан жаңағыдай ағаштар. Есіктің алды цемент болғаннан кейін ондай қара ағаштар шығып жүрген жоқ. Бұрындар цемент жоқ кезде жыл сайын көктемде шығатын кішкентай болып, жыл сайын әйтеуір жаңағыдай алып тастайсың, то кәдімгідей шығатын. Одан кейін бізде колонканың және де шыққан болатын. Мен оны әтеге өсірдім, жаңа колонкаға көлеңке болсын деп. Бірақ ол қара ағаш жел тұрған кезде заборға қайта тиіп, заборды майыстырып тастағаннан кейін оны кесіп тастадық. Мінекей, енді менің видеом аяқталды. Видеомды аяғына шейін көргендеріңізге көп рахмет. Келесі кездескенше.